Сәлем достар, бүгінгі сынып сағатының тақырыбы ынтымақтастық, жауапкершілік, ықылас. Алдымен сабақ жоспарына бір шолу жасайық. Жалпы бүгінгі сабақтың нәтижесінде оқушылар ынтымақтастық қалыптасқан ортада бауырмалдық жақындықты сезінеді, достық қатынасты сақтаудың жауапкершілігін түсінетін болады. Басқалардың пікірмен санасу арқылы ауызбіршілікте болуды үйренеді. Бірлікке бекем болып, ынтымақтастықты арттыруды түсінетін болады. Сонымен бүгінгі тақырып ынтымақ, жауапкершілік, ықылас. Сабақ алдында оқушыларға бірнеше сұрақтар қойып, оқушылардың жалпы бұл тақырыпта қандай пікірде, қандай ойда екендігін анықтап алайық. Және өзім де бұл сұрақтарға кішігірім жауап бере кетейін. Әлемде адамға ең қажет нәрсе не? Менің ойымша, адамға ең қажет нәрсе қарым-қатынас. Айтады ғой жалпы, жалғыздық Құдайға тән деген, адамға жат нәрсе ол деп. Біз ылғи да адамдармен қарым-қатынаста боламыз. Және сол үшін сынға да түсеміз. Қарым-қатынастың көптеген түрі бар, ол отбасылық қарым-қатынас, достық қарым-қатынас, ұжымдық қарым-қатынас дегендей. Жалпы адамға белгілі бір орта қажет, оның дамуы, өсуі үшін. Келесі сұрақ, неліктен бірлесе жұмыс істеу маңызды? Менің ойымша, күш бірлікте бірлесе жұмыс істеу өте маңызды. Мысалы, бірлескенде адамдар бір-бірін ынталандырады, әркімнің өзінің рөлі болады. Әркімге берілген рөл бойынша олар жұмыс жасап, жұмыстың жылдамдығын арттырады, өнімділігін арттырады. Ынтымақтастық жауапкершілігін сезінуде өзара қарым-қатынастың рөлі қандай? Ынтымақтасқан кезде адамдар барынша бір-бірімен достық қарым-қатынаста болуға тырысады, бір-бірін түсінуге тырысады, ауызбіршілікте болады, бір-бірін қолдап, дұрыс ақыл кеңес беріп, бағдар беріп, барынша бір-бірін қолдауға тырысады. Адам баласын бар болмысымен қабылдау бауырмалдықты арттыра ма? Менің ойымша, иә. Себебі адамдар өзін барлық ортада шартсыз қабылдануын қалайды деп ойлаймын. Егер адам өзі өзгеруді қаламаса, оны басқалардың өзгертуінің қажеті жоқ. Сондықтан адамдар өзінің бар болмысымен кез келген ортада қабылдануды, сол ортаға сіңісуді қалайды. Бар болмысымен қабылдану арқылы олардың бауырмалдық қарым-қатынастары артады. Бірлік, достық, ынтымақтастықты ерекшелейтін факторларды ата. Менің ойымша, ауызбіршілікте болу, бір-бірін сыйлау, бір-бірін тыңдай білу, қарым-қатынастарына жауапкершілікпен қарау. Енді сабақтың негізгі бөлімі оқушыларға ынтымақтастық туралы түсінік беру. Көмекші құрал ретінде біраз мәлімет қалдырдым. Әрбір сынып, әрбір топ ол ынтымақтасқан орта. Көпшілік болған жерде әлбетте бір-біріне қарсы пікірлер туындауы мүмкін, реніштер болуы мүмкін кейде. Басқалар оған қандай қолдау білдіреді. Соған байланысты оқушыларға сұрақ ұсындық. Олардың пікірін сұрауға болады. Адамдар ынтымақтасқан кезде олардың бір ғана мақсаты болады, соған қарай ұмтылады. Бірақ бұл мақсат әрқашан жақсылыққа жетелейтін мақсат болмауы мүмкін. Осы сәтте әлемге назар аударсақ, тарихқа назар аударсақ, мысалы жерін басып алуы, ол кезде қаншама топтар, қаншама елдер бірігіп шабуыл жасайды. Мақсат сол жерді тартып алу, елдің күл-талқанын шығару. Олардың істерінің нәтижелі болуы ынтымақтасуда. Сонымен ынтымақтасудағы мақсат өте маңызды. Осы жерде ынтымақтасудағы мақсатқа байланысты тапсырма қалдырдық. Оқушылар суреттерге қарап, бос орынға оның атауын жазу қажет. Мысалға, бірінші суретте жаңалық ашу үшін ынтымақтасуда. Келесіде әділдік орнату үшін ынтымақтасуда, яғни әділдік деп жазуға болады.
әрине оқушылардың ойына қарай толтырамыз. Келесіде батырлар тұр. Меніңше оған елін жерін қорғау мақсатында ынтымақтасуда деп жазуға болады. Келесіде танкілер шабуыл жасау мақсатында ынтымақтасуда. Келесі адамдардың қол біріктіруі қорғану мақсатында ынтымақтасуда деп толтыруға болады. Бұл шағын әңгімені оқымас бұрын оқушыларға практика жүзінде ынтымақты түсіндіруге болады. Сыныпта неше оқушы бар? Сонша қолыңызға мүмкіндігіңізге қарай күкірт таяқшасын немесе суши таяқшасын қолыңызға алып, оны сындыруға тырысыңыз. Ол әрине көп болғандықтан сынбайды. Одан кейін оны жекелей сындырыңыз, ол кезде уже сынады. Яғни ынтымақтың қандай екендігін оқушыларға осылай практикамен түсіндіруге болады. Сабақтары қарай жалғастырсақ, енді әңгіме ұсынамыз. Бұл жерде ынтымақтың мағынасын өте жақсы ашатын әңгіме. Өзіңіз оқып, мағынасын түсінуге болады. Мен уақыт кетіруді қаламадым. Әрине, әркез айтатынымыздай, әңгімеден соң оқушылардың пікірін, олардың ойын сұрап, бірге қорытынды жасауға болады. Арнайы осындай ынтымақ тақырыбының мағынасын аша түсу үшін видеоға орнын қалдырдым. Егер қаласаңыз, сізге видеороликті жібере аламын. Келесі тапсырма оқушыларды 3 топқа бөліп, пазл құрастыру. Қаласаңыз шынайы пазл құрастыруға болады, немесе осы 3 суретті қиып, соны құрастыруына болады. Бұл оқушыларды бір мақсатта ынтымақтасып, бірге жұмыс жасауына, бір-бірін түсіне алып жұмыс жасауына әсер етеді. Бұл тапсырмада оқушылар 2-2-ден топтарға бөлінеді, және әр топқа бір суретке мен оюдың суреті болса деп ойладым, бір сурет және бір қайшы беріледі. Бір оқушы қайшымен қиып, екінші оқушы қиюға суретті ыңғайластырып айналдыра отырады. Бұл жердегі ең басты шарт оқушылар тек қана бір ғана қолын қолданады, қиятын да, суретті айналдыратын да. Ойынның басты мақсаты оқушыларды ынтымақтастыру, біріктіру, бір-бірін сезінуіне ықпал жасау, бірге жұмыс жасай алуын көрсету. Келесі конверт әдісі. Бұл жерде қаласаңыз шынайы конверт әкелуге болады, немесе просто ауызша жауап беруіне болады оқушылардың. Жалпы ынтымақ тақырыбынан не түсінді, не түйді, қандай қорытынды жасады, соның барлығын егер конвертке болса қағазға бір ғана сөз жазып салуға болады, немесе ауызша бір ғана сөз арқылы ынтымақ тақырыбынан не түсінгенін айтуына болады. Мысалға, ынтымақ ол бірлік, ынтымақ ол достық, ынтымақ ол сыйластық, ынтымақ ол түсінушілік деген сияқты. Мен айтуды ұмытыппын, жоғарыда бізде негізгі бөлімде ынтымақ туралы сабақты түсіндірген кезде біздегі кіші тақырыпшалар жауапкершілік және ықылас туралы айта кету керек. Ынтымақтасқанда жауапкершілік өте жоғары. Мысалы, бір адамның өзіне берілген тапсырманы, өзіне берілген жауапкершілікті дұрыс атқармауы бүкіл команданың, бүкіл группаның кері кетуіне әсер етеді. Сол үшін ынтымақтасуда жауапкершілік өте жоғары. Негізі кез келген істі шын жүректен беріле жасаса, жемісті болады деп ойлаймын. Сол үшін барынша соған баса назар аудару қажет. Ықылас өз айтып тұрғандай, кез келген істі ықыластана жасаса, соң әрине жақсылықпен аяқталады деп қосымша негізгі бөлімде мәліметтер беруіңізге болады. Енді соңғысы үй тапсырмасы. Үй тапсырмаға оқушылар жаңа бөлінді ғой, пазл құрастырған кезде 3 топқа. Сол сияқты 3 топқа бөлінуге болады, немесе екі қол ойынын ойнаған кездегі 2 топқа бөлінсе болады. Топқа бөлініп, оқушылар өзі оқитын мектепке жарнама жасауы қажет. Мейлі ол плакат болсын, мейлі электронды түрде болсын, жарнама жасап, келесі сабақта соны талқылап түсіндіріп береді. Бұл тапсырмадан әуелі оқушылар өз оқитын мектепке назар аударады, ойланады, қандай жерде білім алып жатқанын түсінеді. Бір жағынан қадіріне жетеді деп айтуға да болады.
Келесі мақсат ол оқушыларды бірлесе бір ой мен ойлап, бір мақсатта бір-бірін түсіне алып жұмыс жасауы соған ықпал етеді. Жалпы бүгінгі ынтымақтастық, жауапкершілік, ықылас тақырыбына арналған сынып сабағымыз аяқталды. Сабақтың сізге пайдасы тисе, көмекші құрал бола алса қуаныштымыз. Сабақ ұнаса каналыма тіркеліңіз, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі сабақтарда жолыққанша аман сау болыңыз. Апта сәттілікке толы болсын.